Баршаңызға сәлем достар. Әдеттегідей бүгін сіздерге түс жору жайлы айтатын боламын. Бүгінгі түс жоруымыз әйел адам түсінде тышқан көрсе қалай жорылатындығы жайлы болады. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Ал ендеше бастайық. Тұрмыстағы әйел түсінде кішкентай тышқан көрсе, күйеуі екеуінің арасында кішігірім түсінбеушілік болатындығын білдіреді. Ал егер көп тышқан көрсе, тұрмыстық жағдайының жақсы болатындығын, ақшасы көп болатындығын білдіреді. Егер әйел түсінде ақ тышқан көрсе, айналасындағы адамдарға жаман қарым-қатынас жасап жүргендігін білдіреді. Түсіңізде тышқанды қуып жүрген мысықты көрсеңіз, басыңыздағы қайғы-мұңнан айырылатындығыңызды білдіреді. Егер түсіңізде тышқан аулап жүрсеңіз, дұшпандарыңыздың сізге зияны тиіп қалуы мүмкін. Сол себепті сақ болып жүріңіз. Ал жүкті әйел түсінде үйінде жүрген тышқанды көрсе, көп байлыққа ие болатындығын білдіреді. Жүкті әйел түсінде тышқанды аттап өтсе, кез келген қиыншылықты жеңіп шығатындығын білдіреді. Жүкті әйел түсінде арқасына тышқан мінгенін көрсе, ол әйелдің артынан біреу жаман сөз айтып жүргендігін білдіреді. Ал егер бойдақ қыз түсінде тышқан аулап жүргендігін көрсе, сөз байласып жүрген жігітінің оны алдап жүргендігін білдіреді. Тұрмыс құрмаған қыз түсінде тышқандардың ойнап жүргендігін көрсе, ол қызда қаржылай қиындық болып жатқандығын білдіреді. Бойдақ қыз түсінде тышқанның төсек үстінде жүргенін көрсе, ауырып қалатындығын білдіреді. Сол себепті денсаулығыңызға қарап жүріңіз. Түсіңізде қара тышқанды көрсеңіз, сөз байласып жүрген жігіттің сізді тастап кеткендігін білдіреді. Түсіңізде ақ тышқанды көрсеңіз, оқуыңызда қиындықтар болатындығын білдіреді. Осымен біздің түс жоруға арналған видеомыз аяқталды. Келесі тақырып қандай болғанын қалайсыздар, соны видеоның астына комментарияға жазып қалдыра кетіңіздер.